Қуан қазақ елі, алғаш рет UFC белбеуі үшін үміткер атандық. Соққы арнасында апта қорытындысы. Ассалаумағалейкум, көзі қарақты жекпе-жек десе ішкен асын жерге қоятын сүйікті көрермен, біз бүгін сіздермен соққы арнасы арқылы керемет апта қорытындысын жасаймыз. Ең бірінші қазақ елін қуантқан барша азиялықтарға, еуразиялықтарға, әлемге дүр сілкіндірген Шавкат Рахмонов 18-ден 0 деген рекорды бар. Барлық жекпе-жегін жеңіп алған, барлық жекпе-жегін мерзімінен бұрын жеңген Шавкат Рахмонов алғаш рет UFC белбеуі үшін жұдырықтасады. 8 желтоқсан күні. Бұл жекпе-жек Билал Мұхаммедпен американдық жігітпен болмақшы. Билал Мұхаммад жалпы 6 жыл бойы 11 жекпе-жекте жеңіліссіз келе жатыр. Соңғы жекпе-жегінде чемпиондық белбеуін алды және тұңғыш рет қорғайды бұл белбеуді. Бұл белбеу үшін енді ең ұзақ қызмет еткен спортшылардың бірі орта салмақта және сол белбеуіне ақыры түптің түбінде жетті. Және осы жекпе-жегінен кейін енді Камару Усманмен немесе Шавкат Рахмоновпен белбеуін қорғауы керек еді. Осындай сыбыс, осындай әңгіме, қыздыру жұмыстары көп жүрді. Ақыры енді Шавкат Рахмоновқа осы бір мүмкіндік келді. Енді бір ғана қорқатын тұсымыз, бұл Билалдың күресі өте мықты. Енді Шавкат Рахмоновтың өзі бұл күресіне дайындық жұмыстарын жүргізетіні анық. Қазірдің өзінде жаттығу лагерін бастап кетті. Сондықтан біздің Шавкат Рахмоновқа жеңіс тілейміз. Жәнібек Әлімханұлы, өздеріңіз білесіздер, кәсіпқой бокстағы 2 белбеудің иегері. Осы Шавкат Рахмоновқа өз қолдауын білдіріп, алдағы жекпе-жегіне сәттілік тіледі. Енді барып қолдаса, тіпті керемет болады деп ойлаймыз. Кеше ғана керемет тағы бір жаңалық орын алды. 2027 жылы біз дзюдодан әлем біріншілігін қабылдаймыз. Кеше ғана сайланған спорт министрі Ербол Мырзабосынов Венгрияға барып, халықаралық дзюдо федерациясының президенті Мариус Визермен кездесіп, сол жерде осы мәселені талқылаған болатын. Енді 2028 жыл өздеріңізге мәлім, Лос-Анджелесте Олимпиада ойындары өтеді және соның алдында бұл керемет мүмкіндік болғалы тұр. Себебі біздің дзюдошылар енді кеше Олимпиадада қола алды, алтын алды. Дәл сол жеңістер ары қарай жалғасын табу үшін алдын ала әлем біріншілігі өзіміздің елде өткені өте тамаша болғалы тұр. Келесі жаңалығымыз Қазақстайлға байланысты. Қазақстайл кеше жекпе-жек өткен болатын, өздеріңіз білесіздер, Бетербиев Бивол арасында. Сол жекпе-жек арасында Хамза Шираз көрермен болып барып, сол жерде сұхбат беріп үлгерді және ол жерде мен бұл жекпе-жек үшін осы уақытқа дейін дайындалдым, бұл жекпе-жекке дайынмын деді. Енді 15 күнге жеткізбей бұл жекпе-жекті ұйымдастырамыз деп Хамза Шираздың промоутері айтып отыр. Сондықтан енді бұл жекпе-жекті көріп қалатын шығармыз. Бірақ Қазақстайлдың өзі бұл жекпе-жектің болатындығына, Хамза Шираздың сөзбен ғана келісіп, ал іс жүзінде шынайы контрактқа қол қоймайды деген сеніммен отыр Қазақстайл. Себебі қорқатындығын біледі. Қорқат деп ойлайды енді Қазақстайл. Ал шындығын және қалай болатындығын бәрін алдағы уақытта көрерміз. Дәл қазір енді бұл жекпе-жек жайлы кішкене мағлұматтар, бұл уақытқа дейінгі жиналған екеуінің бокстың қарым-қабілеттері және де басқа ұйымдастырушылардың қарым-қабілеттері жайлы кеңінен болжам жасап видео шығарған болатынмын. Ол видео арнада тұр, оны тамашаласаңыздар болады. Головкиннің бұрында Камил Шереметта деген қарсыласы болған, білесіздер ме? Дәл сол Камил Шереметта кеше ғана жекпе-жек өткізді Бетербиев Бивол андеркартында және ол кіші Крис Юбенкпен жекпе-жек өткізді. Кіші Крис Юбенк деген алғаш рет титулды жекпе-жек алып және соны жеңіп алды. IBO деген чемпиондық белбеу, яғни 4 негізгі белбеуден бөлек тағы The Ring және IBO деген белбеулер бар. Сол белбеудің біреуін алғаш рет тұшымды белбеуді алды және әлем чемпионы болып тұр. Дәл қазір кіші Крис Юбенк, ұлыбританиялық. Жалпы Жәнібектің ең мықты потенциалды 4 қарсыласы бар деп мен өз басым айтам, және оның бірі Шираз, кіші Крис Юбенк, Лара Адамес. Осы 4-еуі ғана. Соның бірі осы кіші Крис Юбенк. Сондықтан бұл да негізі жақсы медиалық тұрғыдан, басқа тұрғысынан көбірек пайда беретін жекпе-жектердің бірі Жәнібекпен. Кезінде тарихтары да бар. Жәнібек талай рет жекпе-жекке шақырған. Крис Юбенк біраз өзінің менсінбейтіндігін, басқа да мәселелерін көбірек айтқан. Енді алдағы уақытта бұл жекпе-жек болады дегенге мен өз басым сенемін. Абсолютті әлем чемпиондығын қорғау үшін немесе 2 белбеу, 3 белбеу, әйтеуір бір қорғайтыны бар енді Жәнібектің, Крис Юбенктен белбеулерін.
Енді маңызды соңғы жаңалық әдейі соңына дейін алып келдім. Бұл жайлы негізі айтарым көп. Алдағы уақытта бұған жеке шығарылым дайындағым келеді. Егер әрине сіздерде сұраныс болатын болса, бұл Бивол Битірбиев жекпе-жегі жайлы. Ең бірінші біз Артур Битірбиевті жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Енді араға 25 жыл салып, дәл ауыр салмақтағыдай жартылай ауыр салмақта да дәл осындай жағдай қайталанып отыр. 25 жылдан бері ауыр салмақта алғаш рет абсолютті әлем чемпионын көрдік Александр Усикті. Мінекей енді Артур Битірбиев дәл сол секілді 25 жылдан бері осы кезінде Рой Джонс деген енді бізде өте танымал боксшылардың бірі ғой, сол кезінде абсолютті әлем чемпионы болған. Дәл осы 79 килограммда енді мінекей Артур Битірбиев барлық белбеуді біріктіріп отыр. Ал менің бұл жерде айтқым келетіні, біз негізі ең көп талқылайтын, ең көп қарайтын дүниеміз бұл Биволдың қазіргі хал жағдайы. Енді болжам жасаған кезде де мен көп назар аудара отырып айттым. Менталдық жағынан Бивол дайын болмауы мүмкін деген болжам бар еді, және осы шынымен де сәтті келді. Негізі 12 раундқа барды жекпе-жек, және Бивол енді жеңді, менің ойымша, немесе кем дегенде тең нәтижеге лайық болды. Енді тонады басқа деп жатыр, мен оған қатты келісе қоймаймын. Битірбиев те бұл жекпе-жек үшін өз қолынан келгенінше жасады. Нокаутқа түсіргісі келді, бірақ соққылары дәл тие алмады. Яғни Биволдың шеберлігі ол жерде асқақ болып тұрды. Өздеріңіз байқадыңыздар ғой, екінші нөмірге түсіп алды да қашып жүріп әдемі соққыларын тигізді. Жалпы керемет кеш болды, маған қатты ұнады. Тек нәтижесі ғана көңіл қоншытқан жоқ. Енді нәтижесі мен бұрын бұл жерде ең маңызды дүние бір нәрсені айтып өтейін. Ал жекпе-жектің ішіндегі кейбір құйтырқы әрекеттері, басқа да мәселелердің барлығын кеңінен талдауымды күтсеңіздер, онда жазыңыздар, мен ертеңге немесе арғы күнге бұл шығарылымды сіздерге дайындайтын боламын. Ал дәл қазір менің соңғы қорытынды айтқым келетін дүние бұл Биволдың әйелі жайлы. Жалпы қазақта енді керемет сөз бар, қатынға жолама қарасы шығады деген секілді, немесе басқа да сөздер бар. Оның барлығы негізі бостан-босқа айтылмаған. Енді бұл жерде бірақ бір нәрсені ескеруіміз керек, кінә бір жақтан емес, ешқашанда кінә бір жақтан болмайды. Демек Биволды қазір енді аяп, бүкіл әлем оған қарсы болып, балалары да, промоутерлер де, әйелі де бүкіл әлем оған қарсы тұрса да, ол бүкіл әлеммен жекпе-жек өткізді деген сынды түрлі ақпараттар тарап жатыр. Бір жағынан келісуге де болады, бір жағынан бұл жаңа қиын жағдайлардың барлығына Биволдың өзі де кінәлі шығар. Себебі ешқашан мен мынандай ұстанымдан бір жақта ғана кінә болмайды. Енді Биволдың өзі де кезінде енді измена жасады, басқа жасады деп жатыр ғой келіншегі. Соның барлығы мүмкін рас шығар. Мүмкін енді Биволдың өзі де осындай үлкен бір сынақтарға лайық болған шығар. Оның барлығын енді анығын Алла біледі. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Биволға жанымыз ашығаны рас. Боксшы ретінде біз енді жақсы көреміз. Боксшы ретінде алдағы мансабына үлкен сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта 3 жыл, 5 жыл тағы да карьерасын жалғастырса екен, біздің Жәнібекпен де жекпе-жек өткізсе екен деген тілектеріміз бар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Оның барлығын комментарийға жазыңыздар.